өз жаназасына қатысқан адам көріп пеңдер? Біздің ауылда өз жаназасына қатысқан. Күн ыстықта, жазда, күн ыстықта ішіп братандар. Біздің бір братандар болып еді, 63-ші жыл ма, 66-шы жыл ма сонда үшін. 60 пен 65-тің арасындағы жас. Енді ол кезде олар жігіттер ғой, біз жас баламыз ол кезде. Союздың кезі. Сөйтеді да Кентауға барып ішіп құлап қалады ғой. Ана не дейді? Клиническая смерть дейме, бір болады екен, ұйықтап қалады. Бір аз уақытқа адам бір өліп қалған сияқты болады екен ғой. Врачтар жаңа нелі көріп тауып алады, милицияға келеді, сөйтіп апарып моргқа апарып тастайды ғой. Күн ыстықта. Сөйтеді да ана ауылына ағайындар келеді. Ойбай, өлді деп ауылына хабар береді. Уже сол күн кешкен бастап уже жер қазыла бастайды. ертеңіне уже азанда бәрі күн ыстықта ерте шығарады ғой. Оны 9-анда шарж берейік деп. Сонымен дайындалып жатқан кезде азында сағат 8-де уборщицаға кіреді оның ішіне. Кірсе дейді, ана жарық ашылған ғой. Жарыққа қарай жүгірген қонақ соғылды. Жаңа ағамыз, братандарымыз ғой біздің. Моргты жарып шыққан, талып қалған ғой. Уборщица. Сол жүгіргеннен жүгіріп ауылға келген ғой. Ауылға келсе жаназаға дайындалып жатыр дейді. Көріскен ғой. Бармайды. Қарамайды ғой барды. Қарамаған ғой. Бармайды десе өзі өліппен көріскен. Бармайды. Бұл ойлаған әке-шешем бөлі қайсыз болды деп. Сөйтіп ойлағанда үйіне келгенде бұл қатарға тұра қалған. Бәрі қарап отыр дейді. Шешем мынау өлген жоқ па? Мынау өлген жоқ па? Кім жаназасы екен болды? Бұл сұраған ғой. Ана үйде ана ағайындар көп қой. Қай баласы екен білмей қалғанда, мынау баласы. Бұл емес ана баласы ма өлген? Адамдар паника болған ғой. Сөйтсе өз жаназасы өзі тұр дейді ғой ана көріс адамдармен.